Достар, өкпеңіздің қаншалықты мықты екенін тексерейік. Дайынсыз ба? Тексеріп көрейік. Ал терең дем алыңыз да демді ұстаңыз. Ал басталды. Айтпақшы, адамдардың тек 5% ғана соңына дейін шыдай алады. Ал сіз білесіз бе, орташа адам күніне 10-12 литр ауа жұтып шығарады екен. Өкпе ауырмайды, өйткені онда ауырсын рецепті жоқ. Сондықтан зақымданса да адам кеш байқайды. Қатты күлу, өкпеге жаттығу, күлген кезде адамның өкпенің ең төменгі бөлігіне ауа барып толық жұмыс жасайды. Өкпеңіз сау ұстап тұру үшін күніне таза ауада 30 минут серуендеңіз, көбірек су ішіңіз, терең тыныс алу, жаттығулар жасаңыз, дұрыс тамақтаныңыз және үй ауасын жиі желдетіп тұрыңыз. Ал соңдайын тексерейік. Бәрекелді, сіздің өкпеңіз өте жақсы жағдайда. Давай, соңына дейін кім жетеді екен көрейік. Құттықтаймыз, сіздің өкпеңіз спортшы деңгейінде жұмыс істейді. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Өз нәтижеңізді комментарий жазыңыз.